Ол таңертең оянып, ештеңе істегісі келмейтінін түсінді. Таңғы ас ішуге де, серуендеуге де, сөйлесуге де зауқы жоқ. Ішіндегі бір тетік сөндіріліп қойғандай. Бәрі ашуландырады, бәрі қажытады, ал талдаулар болса бәрі қалыпты сияқты. Бірақ дене сыбырлайды. Маған көмектес. Сәлеметсіздер ме, қадірлі жандар? Бүгін біз бауыр туралы сөйлесеміз. Қанды күндіз-түні сүзгіден өткізіп, бізді артықтың бәрінен қорғайтын үнсіз еңбеккер жайлы. Онда токсиндер жиналғанда бүкіл ағза зардап шегеді, ал көбіне адам мәселенің дәл осы жерде екенін тіпті сезбейді де қалады. Мен бауыр шамадан тыс жүктелгенде қандай белгілер беретінін айтып беремін. Бауырдан келетін ең алғашқы әрі ең жиі белгі бұл шаршау. Бірақ ол ауыр күннен кейінгі шаршау емес, терең, үздіксіз, әбден титықтанатын шаршау. 8 сағат ұйықтасаңыз да зейнеттесіз, асығыс тірлік жоқ, ал оянғанда өзіңізді түні бойы вагон түсіргендей сезінесіз. Көбісі ештеңе істегім келмейді, кітап оқуға да, теледидар көруге де, далаға шығуға да зауқым жоқ, тек жата бергім келеді дейді. Және білесіз бе, бұл жасқа байланысты емес, жалқаулық та емес, күзгі күйзеліс те емес. Бұл бауырдың шамадан тыс жүктелуі болуы мүмкін. Бауыр өз міндетін атқара алмаған кезде қанда токсиндер жиналып қалады. Соның салдарынан ағза қалыпты жұмыс істей алмайды. Ми баяулай бастайды. Сол себепті әлсіздік, селқостық, зейін қоюдың қиындауы пайда болады. Қолдан іс келмей қалады, есте сақтау нашарлайды, назар шашырайды. Өзіңді жай ғана шаршадым деп ойлайсың, ал шын мәнінде бұл ішкі улану. Бұл әсіресе әлсіздікке қоса эмоциялық тұрақсыздық қосылғанда алаңдатады. Адам болмашы нәрсеге ашуланып кетеді де бірде тұйықталып қалады. Бәрі тітіркендіреді, шу, жарық, әңгіме, немесе керісінше ештеңе әсер етпейді, бәрі тұман секілді. Бұл да токсиндік жүктеменің салдары. Егер өзіңізді өмірден ажырап қалғандай сезінсеңіз, сүйікті істеріңізге де күш-қуат болмаса, өзіңізді кінәламаңыз. Бұл сіздің әлсіздігіңіз емес, бауырыңыздың көмек сұраған дауысы болуы мүмкін. Оған жай ғана ауыр, сондықтан маған назар аудар деп белгі беріп тұр. Бауыр шамадан тыс жүктелгенде ол қанды сүзу жұмысын толық атқара алмайды. Ал токсиндер ешқайда кетпейді. Олар шығатын жол іздейді. Сол жолдардың бірі тері. Біздің денеміздегі ең үлкен мүше. Ол бауырдың бір бөлігінде жұмыс істеп, токсиндерді тері арқылы шығара бастайды. Нәтижесінде еш себепсіз қышыну пайда болады. Әсіресе кешке қарай, көбіне қолда, аяқта, арқада. Тері қабыршықтанып, қызарып, күйіп қалғандай көрінеді. Кейде есек жемге ұқсас, ұсақ бөртпе немесе жастық шақтағыдай безеулер шығады. Кейбіреулерде бұрыннан басылған экзема мен псориаз қайта қозады. Адамдар жылдар бойы теріні майлармен, кремдермен, дәрілермен емдейді, ал себеп іште. Бауыр жай ғана өз жүктемесіне шыдай алмай жатыр. Бауырды қолдай бастағанда тері ешқандай гормонсыз-ақ тазара бастайды, ал тағы бір алаңдатарлық белгі тері мен көздің түсінің өзгеруі. Егер көздің ағы сәл сарғыш тартса, ал тері сұрғылт не сарғаю реңкке ие болса, бұл өте маңызды сигнал. Бұл қанда билирубиннің артық жиналғанын көрсетеді. Бұл затты өңдеуі тиіс бауыр. Ал егер бауыр шамадан тыс жүктелсе, билирубин жиналып, оның бәрі сыртқы келбеттен көрінеді. Сондай-ақ терінің майлануына назар аударыңыз. Егер бетіңіз жылтырап, тері тесіктері кеңейіп, майлылық пайда болса, әсіресе маңдайда, мұрында, иекте, бұл бауырдың шамадан тыс жүктелуінен, май алмасудың бұзылуымен байланысты болуы мүмкін. Көздің астында қара шеңберлер пайда болса да таңғалмаңыз. Қанды тазарту бауырдың міндеті. Ал бұл процесс бұзылғанда бірінші болып тері зардап шегеді. Сондықтан тері тек жанның айнасы ғана емес, ол бауырдың жағдайын көрсететін айна. Оның белгілерін елемеңіз. Бауыр тек токсиндерді сүзетін сүзгі емес, ол ас қорыту жүйесінің негізгі қатысушысы. Ол өтті өндіреді, ал өт майларды қорытуға, дәрумендердің сіңуіне көмектеседі. Ішектің қозғалысына қатысады. Бауыр шамадан тыс жүктелсе, бүкіл жүйе зардап шегеді. Науқастар ең алдымен іштің ауырлауына шағымданады, әсіресе майлы тағамнан кейін. Бір түйір тоң май не шұжық жедің, болды, іш ауырлап кетеді. Тағам іште тұрып қалғандай, қорытылмай жатқандай сезіледі. Бұл бауырдың жеткілікті өт бөлмегенінен болады, ал өтсіз майлар дұрыс ыдырай алмайды. Одан кейін ішке буы пайда болады, ішекте дауыл тұрғандай. Газ, іштің құрылы, жайсыздық, кейде себепсіз жүрек айну, әсіресе таңертең аш қарында. Адамдар мұны асқазан деп ойлайды, ал шын мәнінде көмек сұрап тұрған бауыр.
Нәжіс те өте маңызды белгі, ол тұрақсыз бола бастайды. Бірде 3 күн жүрмей қалады, бірде кенеттен іш өтуі мүмкін. Әсіресе іш қату қауіпті. Себебі бұл жағдайда сыртқа шығуы тиіс токсиндер қайтадан қанға сіңеді, ал бауыр онсыз да әлсіреп тұрған болады. Бұл тұйық шеңбер. Өт қабы да зардап шегеді, ол өтті сақтайды және бауырдың бұйрығымен ішекке шығарады. Бауыр шамадан тыс жүктелсе, өт қоюланып іркіледі. Соның салдарынан ауызда ащы дәм пайда болады. Әсіресе таңерте жағымсыз дәм, кейде тілдің құрғауы сезіледі, ал егер бұған мән бермесеңіз, тас түзілуі мүмкін. Бұл өте ауыр әрі күрделі жағдай. Егер ішіңізде мәселелер басталса, бірден асқазанға арналған таблеткаларға жүгірмеңіз, алдымен бауырды тексеріңіз. Себебі бауыр сау болмаса, ас қорыту да сау болмайды. Бауыр қалыпты жұмыс істегенде ол токсиндерді және ақуыз, май, көмірсулардың ыдырау өнімдерін залалсыздандырады. Барлығы зәрмен, нәжіспен, термен шығуы тиіс. Бірақ бауыр шамадан тыс шектелсе, ол бұл міндетті атқара алмай қалады. Токсиндер ағза ішінде айналып жүре бастайды, ал олардың бір бөлігі өкпе арқылы сыртқа шығады, яғни тыныспен бірге. Міне ауыздан шығатын жағымсыз, кейде тіпті шірігенде иістің себебі осында. Оны сағызбен де, тіс пастасымен де жасыра алмайсың. Әсіресе таңертең ұйқыдан кейін қатты сезіледі. Бұл алғашқы алаңдатарлық қоңырау. Әсіресе ауыз қуысының тазалығын сақтасаңыз да иіс кетпесе. Екінші белгі тілдегі қақ. Таңертең тамақ ішпей тұрып тіс тазаламай айнаға қараңыз. Егер тіл қызғылт таза болса, бәрі жақсы, ал егер тығыз қақпен жабылған болса, әсіресе сары, сұр немесе қоңырқай түсті болса, бұл белгі. Мұндай қақ ас қорыту жүйесінің ең алдымен бауыр мен өт қабының жұмысындағы ақауды көрсетеді. Кейбір адамдарда тіл түбіне қарай қатты қапталғандай болады. Басқаларында қақ тілдің ортасымен жүреді. Бұл ағзаның ластанғанын, тазаланып үлгермей жатқанын және бауырдың қанды сүзу қызметін толық атқара алмай тұрғанын білдіреді. Кейде тілде жарықтар, ісіну, тістердің ізі сияқты толыққанды жиек пайда болады. Бұл жалпы әлсіреу мен ішкі ағзалардың шамадан тыс жүктелуінің белгілері. Ауыз ас қорыту жүйесінің айнасы, ал тіл бауырға апаратын тікелей жол. Оған мұқият қараңыздар. Қақ пен иіс бар ма, демек бауырға қолдау қажет. Бірақ таблеткамен емес, ең алдымен дұрыс тамақтану, демалыс, таңертең жылы су ішу, табиғи тәсілдер арқылы. Бұл тек тынысты жақсартып, тілдің көрінісін түзеп қана қоймай, бүкіл ағзаға жеңілдік береді. Ұйқы гормоны мелатонин, оның бөлінуі қанның тазалығына, жүйке жүйесінің жағдайына, ішкі тепе-теңдікке тікелей байланысты. Ал бауыр токсиндерді сүзуге үлгермесе, олар гормондарға да әсер етеді. Нәтижесінде ми ұйықтай алмайды, тіпті дене қатты шаршасады. Түнде ағза демалудың орнына ішкі ластанумен күресіп жатады. Оған қоса салмақ мәселесі қосылады. Қарап тұрсаң, адам тырысып жүр. Аз жейді, көбірек қозғалады, тәттіден бас тартқан. Бірақ салмақ тұр, немесе тіпті қосылып жатыр. Неге? Өйткені бауыр зат алмасуға тікелей қатысады. Ол майларды өңдейді, қан деңгейін реттейді. Инсулиннің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Ал егер бауыр токсиндермен шамадан тыс жүктелсе, бұл процестер баяулайды. Соның салдарынан ағза майды қор ретінде жинай бастайды, әсіресе іш пен бүйір тұсында. Сондықтан кейде адам қалыпты тәбет пен тамақтану режимінде болғанымен бірнеше килограммды тастай алмайды. Себебі мәселе тамақта емес, бауырдың шамадан тыс жүктелуінде. Егер салмақ азаймай, ұйқы бұзылса, диетадан емес, бауырды қолдаудан бастаңыз. Тамақтан зиянды заттарды алып тастаңыз. Су, көкөніс, табиғи өнімдерді көбейтіңіз. Ағза міндетті түрде жауап береді. Қартаю жастағы адамдардың жиі шағымдарының бірі кешке аяқтың ісінуі, етік қысып тұруы. Теріде резинка ізі қалады. Көпшілігі оны жай ғана жасқа немесе жүрекке байланыстырады. Ал шын мәнінде себеп бауырда. Бауыр токсиндермен шамадан тыс жүктелгенде ақуыз және тұз су алмасуы бұзылады. Сұйықтық тіндерде жинала бастайды. Әсіресе төменгі аяқтар, жіліншік, табан, саусақтар зардап шегеді. Тексеру өте оңай. Теріге саусағыңызды басыңыз. Егер із қалса және бірден кетпесе, бұл ісіну белгісі. Ал егер бұл уақытта бұлшық еттерде ауырсыну, буындардың сыздауы, әлсіздік байқалса, бұл кешенді сигнал. Бауыр ақуыз алмасуына қатысады және ыдырау өнімдерін шығарады. Егер ол шамадан тыс жүктелсе, токсиндер тіндерде жиналып, ағза сырқаттана бастайды. Сүйек пен бұлшық еттерде ауырсыну сезіледі.
Қартаң адамдарда бұл өте айқын байқалады. Таңертең адам оянады да бүкіл дене сырқырап тұрады. Ояну бір батылдық сияқты. Кейде ешқандай соққысыз көк дақтар пайда болады. Көк дақ тек тамырлардың сынғыштығы емес, қанның ұюының бұзылуы. Ал қанның ұюы үшін жауапты бауыр. Ол қанның ұюына және зақымдалған жерді қалпына келтіруге көмектесетін маңызды факторларды шығарады. Сондықтан егер ісіну, бұлшықет пен сүйек сырқырауы, көк дақтар, бұлшықет әлсіздігі байқалса, оны тек жасқа бермеңіз. Жас өздігінен ештеңе туғызбайды. Бірақ уақыт өте органдар баяу жұмыс істей бастайды. Ал бауырға ауырлық түссе, ол көмек сұрайды. Бізге оны тыңдап, қолдау көрсету керек. Көп адамдар қатты терлеймін, тіпті жай отырып тұрсам да артым дымқыл немесе түнде ыстық сияқты бәрі терге баттым деп айтады. Көбіне олар оны жасқа, өтпелі кезеңге немесе қан қысымына байланыстырады. Бірақ шын себеп бауыр. Бауыр қанды тазартуды толық атқара алмаса, ол қызып кетеді. Бұл үлкен, белсенді қанмен қамтамасыз етілген орган. Шамадан тыс жүктелгенде токсиндер жиналып, жылу алмасуы бұзылады. Ағза зиянды заттарды тер арқылы шығарып көргісі келеді. Сондықтан тіпті қалыпты температурада, тыныштықта да шамадан тыс терлеу пайда болады. Әсіресе кешке және түнде байқалады. Адам ұйықтауға жатады, ал бірнеше сағаттан соң ыстықтан оянады. Жастық дымқыл, бет қызарған, бұл типтік сигнал. Бауыр түнгі уақытта белсенді жұмыс істейді. Түнгі сағат 1-ден 3-ге дейін ең белсенді. Егер оған ауыр болса, ол қызып, сіз ыстықтан оянасыз. Кейде температура аздап жоғарылайды, шамамен 37 градус, бірақ тұрақты түрде. Инфекция жоқ, қабыну жоқ, қан қалыпты, бірақ температура бар дейді. Міне бұл бауырдан келген жасырын сигнал. Оны ешкім тексермейді, себебі ол ауырмайды. Ал бауыр белгілі болғандай соңғы сәтке дейін ауырмайды. Онда нерв ұштары жоқ. Ол тек өз жұмысын тыныш атқара береді. Тек мүмкіндігі жеткенше. Әрдайым ыстық, түнгі терлеу сияқты белгілерді елемеуге болмайды. Егер сіз дымқыл арқадан киімді жиі ауыстырып жүрсеңіз, себепсіз ыстық сезсеңіз, ойланыңыз. Мүмкін бауыр шамадан тыс жүктелген және оған қолдау керек. Жеңіл тамақ, химияны азайту, шөптер, демалыс. Бұл әзіл емес, бұл сигналдар. Уақытында ескерсеңіз, дәрі-дәрмексіз ауруханаға бармай-ақ шешуге болады. Бауыр сүзгі орган. Ол ағзаға түскен барлық затты өңдеп, қалдықтарын ішек пен бүйрекке бағыттайды. Бауыр тамадан тыс жүктелсе, ішек пен қуықта зардап шегеді. Алғашқы тексеруге кеңес берілетін белгілердің бірі зәр мен нәжістің түсі мен иісі. Егер зәр әдеттен тыс қою, қара янтар сияқты қышқыл өткір иісі болса, бұл өттің тұрып қалуы мен билирубин алмасуының бұзылуын көрсетуі мүмкін. Бауыр сүзуді атқарылмайды, ыдырау өнімдері қанға түсіп, кейін бүйрек арқылы шығарылады. Әсіресе таңертең байқалады, зәр қою, шай сияқты. Нәжіс керісінше өте ашық, сарғышқа немесе сұрға айналуы мүмкін. Бұл да белгі. Өт ағымы бұзылғанын көрсетеді. Көбінесе нәжіс майлы көрініп жақсы жуылмайды. Бұл бауыр жеткілікті өт бөлмейтінін, қалыпты ас қорытуға кедергі келтіретінін білдіреді. Тағы бір маңызды белгі тері қышуы. Бездерсіз. Әсіресе алақан мен табанда жиі пайда болады. Өт қышқылдары уақытылы шығарылмаса, қан арқылы таралып, тері рецепторларын тітіркендіреді. Адам түнде қышып, бірақ теріде ешқандай бөртпе жоқ. Егер осындай өзгерістерді байқаған болсаңыз, бүйрекке дәрі ішуге немесе теріні креммен жағуға асықпаңыз. Алдымен бауырға көңіл бөліңіз. Өзіңізді бақылаңыз. Не жейсіз? Жеткілікті су ішесіз бе? Майлы немесе ауыр тағамды шамадан тыс пайдаланасыз ба? Ал егер белгілер кетпесе, талдау тапсыруды кейінге қалдырмаңыз. Бауырға көмектескен сайын ол ұзақ уақыт сізге қызмет етеді. Не істеу керек? Жеңілінен бастаңыз. Ауыр, майлы, қуырылған, консервіленген тағамды азайтыңыз. Көбірек пісірілген, буға піскен тағамдарды қосыңыз. Қарапайым, жылы, газсыз су ішіңіз. Көкөніс, жасыл шөп, жеңіл ботқалар, алкоголь мен қанттан уақытша бас тартыңыз. Өсімдік майларын қосыңыз, зәйтүн, зығыр майлары. Шөп шайлары, сұлы, раушан, расторопша пайдаланыңыз. Және ең бастысы өзіңізге көңіл бөліңіз. Денеңізді тыңдаңыз, ол әрдайым сигнал береді. Менің қарапайым жүрекпен берілген кеңестерімді өткізіп алмау үшін каналға жазылыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын, бауырыңыз әрдайым өмірдің сенімді сүзгісі ретінде жұмыс істесін.